Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз видео бүгін біз осы 8 наурызға дайындық ба көп сұрақ қоямын бұл видеода. Мен көп күн ауырып сіздерге видео түсірдім. Сосын мен кухняда айтып, қалай ауырдым, не болды, соның бәрін айтамын. Бірақ жаман нәрсені айта алмаймын. Бүгін біз жаңа видео 8 наурызға айтатын тақпағымды айтқым келіп тұр, сіздерге айтпайын ба? Мен көп күн ауырып қалдым да, сосын мен сіздерге видео түсіремадым. Температурам 37 ғой деймін. Короче, мен айтпайын ба сіздерге тақпағымда мен жаттадым 8 наурызда. Осы видеоға 1 миллион жиналса, 1 миллион жиналмайды ғой. 1 миллион жиналмаса да мен түсіремін 8 наурызда. 8 наурызға неге киіп, шашына қалай жасаймын, соны бәрін түсіремін. Короче, достар, кеттік тез. Мен айтпайын. Тақпағымда 1, 2, 3. Мен мұғалім анамның, осы бастаймын достар айтып. Мен мұғалім анамның өнегесін аламын. Ертең мен анандай оқытушы боламын. Мен мұғалім анамның өнегесін аламын. Ертең мен анамдай оқытушы боламын. Мен мұғалім анамның. Мен мұғалім ана ғой. Сосын осындай тақпақ беді. Бағын оқанына беді. Бағын оқанына мен атаймадым. Басын тұтығым. Қанға тырнағым. Бояп мектепке үстіп барып жүрмін енді. Осындай тырнағым мен. Осынапай ұрсып жүрмаған. Мен қолымнан кетпейтін ол. Ұрспайды енді бігі. Кетіп келді. Кеттің бейткенді мұнау. Короче, достар, бүгін 8 наурызға ертең біз цветной бумагадан шегіс жазу керек. Көп тапсырмалар бар әлі. Сосын деп тұр менің. О май гад. Ана, екінші бөлім бастау керек уже. Тоже қалғам ғой анау бетіне. Который біз қазір математикадан қызыл бетін өтеміз. Негізі басқа беттен екіншісін бастау керек. Математикадан. Өзі біз сауат ашу деген сабағымыздан уже екінші бөлімге өтеміз. Ана достар, лайк, колокольчик басуды ұмытпаңыздар осы видеоға. Всем пока! Достар, мен сіздерді жақсы көремін. Пока-пока.